Қайырлы күн барлықтарыңызға. Бүгін сіздермен керемет дәмді, ең бастысы пайдалы варенье, яғни джем дайындайтын боламыз. Мен бұны витаминный варенье деп атаймын, себебі тұмаудың кезінде таптырмас пайдалы тәбетті ашатын тағам болып табылады. Ендеше бұл витаминкамызды дайындауға бізге 5 апельсин, 1 лимон және 100-150 грамдай имбирь қажет болады. Барлық жемістерімізді жақсылап жуып, тазалап аламыз. Енді бұл жемістердің пайдасы кереметтігін өзіңіз жақсы білетін боларсыз. Апельсин ол құрамында фолий қышқылы, витамин В, С, сондай-ақ ағзамыздың жұмыс істеуіне қажетті минералдардан калий, магний, кальций, темірді қамтиды. Ал лимон болса, ол теріні сергітіп, тырнақ пен шашты жақсартады. Және антидепрессант болып, көңіл күйіңізді көтеріп, стресс деңгейін төмендетеді. Имбирьге келетін болсақ, ағзаның төзімділігін арттырып, аурулардан қорғайды, иммундық жүйені реттеп, асқазанның босатылуын тездетіп, ас қорытуды жеңілдетеді, бастысы холестерин деңгейін төмендетеді. Осындай дәрумендерге бай біздің жемістерімізді дәл видеодағыдай турап аламыз. Содан кейін бірінен кейін бірін ет тартқышымызда, яғни мясорубкада тартып алатын боламыз. Бастысы апельсинді тәттісін таңдаңыздар, сонда сіздің вареньеңізді тәтті, дәмді болып шығатын болады. Осылай біздің жемістерімізді мясорубкадан өткізгеннен кейін каструлямызға алып, үстінен 1-1,5 литрдей су құямыз. Мен бұл жерде 1,5 литр су құйдым және 250 грамм қант қосамыз. Егер сіздің апельсиніңіз тәтті болса, онда қантты аздау қосыңыз, қышқылдау болса, қантты көбірек қосасыз. Осылай орта отта араластырып тұрып қайнатып аламыз. Дәмі енді керемет болып шығады. Осылай шайға салып, сары маймен күнделікті қабылдайтын болсаңыз, ағзаңыз күнделікті дәрумендерді алып отыратын болады. Рецепт ұнаса және ақпарат пайдалы болса, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Көңіл күйім көтеріліп қалсын. Барлықтарыңызға ас болсын.